Шоттағы ақшасын ала алмай жүр. Еліміздегі екінші деңгейлі банк клиенттер осымен бірнеше күнге созылған қолайсыздықтарға наразы. Себебі банкоматтан қолма-қол ақша ала алмай, қаржы аударымдары мен төлемдерді жүргізуден қалған. Бұны ұзаққа созылған техникалық жұмыстарға байланысты деп түсіндірді банкерлер. Дегенмен қаржы ұйымдарына хакерлерден шабуыл жасалған деген ақпарат та бар. Есеп шотында ақша болса да, оны Нұрбанктың банкоматынан бірнеше күн бойы ала алмай жүрген азаматтардың бірі Мұрат Шынасылов. Қолма-қол ақша дереу қажет болғанда тығырыққа тірелдім дейді ол. Ал банктегілер мұның себебін мандытып түсіндіре алмапты. 3 күндей болды, ақша шеше алмай тұрмын. Бірнеше мен банкке барғам, түсініктеме айтқан техникалық жұмыстар болып жатыр деп. Бірақ та SMS арқылы хабарлама берген жоқ маған. Ақша алу да, аудару да мүмкіндігі жоқ. Аталмыш банктың өзге клиенттері де осындай жағдайға тап болған. Яғни 12 наурыздан бері қолма-қол ақша ала алмай, карта арқылы төлемдері әлі қабылданбаған. Ал несиенің төлемін ғаламтор арқылы жасағандардың ақшасы әлі шотқа түспепті. Алғашында қаржы ұйымына хакерлік шабуыл жасалды деген ақпарат тараған. Бірақ банктың өзі бұны техникалық жұмыстармен байланыстырды. Ешқандай шабуыл болған жоқ. Қазіргі уақытта карточкалық операциялардың қауіпсіздігі деңгейін арттыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Уайымдауға себеп жоқ. Клиенттер қолма-қол ақшаларды Нұрбанктың кез келген филиалдарынан және бөлімшелерінен, сондай-ақ біздің банкоматтардан ала алады. Айта кету керек, осы жағдай болардан бір күн бұрын еліміздің бірқатар екінші деңгейлі банктері өз клиенттеріне хабарлама жасаған. Олардың қатарында Каспи, Халық банк, Казкоммерцбанк, Сбербанк пен Астана банкі бар. Сөйтіп, олардың біразы кибералаяқтарға төтеп беру үшін ақша аударымдарының сомасын шектеуге бел болған. Бірақ бұл банктердің кейбірі ғана хакерлердің шабуыл жасағанын мойындады. Негізі бір ай бұрында еліміздің компьютерлік оқыс жағдайларға қарсы әрекет ету қызметі интернет банкинг қолданушыларының жеке деректеріне хакерлік шабуылдың жиілегенін ескерткен болатын. Сондықтан ұлттық банкпен бірнеше екінші деңгейлі қаржы ұйымдарына қауіпсіздік шараларын күшейту қажет екендігін айтыпты. Ал клиенттерге желіде нені істеуге болмайтынын тағы да қайталады. Зиянды файл компьютерге мынандай тәсілдер арқылы түсуі мүмкін. Сайтқа URL сілтемесі бойынша кіру. Бұрын орнатылған зиянды бағдарламалар арқылы жүктеу. Сыртқа тасымалдауыштар арқылы. Сондықтан өз компьютеріңізге немесе смартфонға вирусқа қарсы бағдарлама орнатып, интернет ресурстың сенімділігі мен қауіпсіздігін тексеріп алғаныңыз жөн. Ең бастысы, банкоматты қолданар сәтте онда бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз және ешкімге картаның артқы бетіндегі CVV кодты жария етпеу керек. Олжас Байжан, Ламзар Люсан, КТК, Алматы.